Тағы да мысал көптеп келтіреміз, көптеп. Ал, Ерсұлтан сен айтшы. Дос жаран. Дос жаран тағы бір мысал. Сезім. Сан есім. Сан есім, жақсы. Енді қалған түрлерінен тағы да бір мысал келтіріп жіберейік, мағлұмат бербе олар иә. Дара зат есім. Ол түбірден жұрнақ қағалы атыратын зәкесінде біз туынды зәкесін деп атайды. Дұрыс, мысал. Мысалға қуаныш, шаттық дегені бізге туынды зәкесінде жатады. Дұрыс айтасың. Әр қарай кеттік балар. Бізде тағы қалған түрлері қалды. Күрделі зат есімін кім айтады? Кәусар айта ғой. Болды, айта бересің. Неше қосылуы, қысқартуы. Екі, немесе? Бірнеше қосылуы. Екі немесе одан да көп сөздің бірігуі. Қосылуы. Бір мен қалды. Бабалар. Үшінші топ бітті ма тапсырманы? Бәрін түгел? Қыздар? Әсем, Күмсай? Қайғаның болмадыңа? Болып қалды, иә? Жарайды, онда бірінші болды екен. Тәні? Тыңдайық, тағы кім айтады? Сөйлемеген бала. Асылнас, айта қошқан. Сарай, тас, азар, күн, тоз. Директі ма бұл? Тоз, от, су, балық, ат. Mesela bize күнді бұрақпыз, санмаса бұрақпыз қоя аламыз. Соның үшін ең оны директі зәтісінге жатқызды. Сұрған иә? Бағалармын. Дерексіз, өнер, білім, хабар, есім, қатар жатады. Ал деректіге жоқ, тас, сарай, көз, арба, адам, құс, мал, жұмыс, от, су, теңіз, балық, бәйге, достар, дүние, шөп, тамақ, тоз жатады. Қазақ тілінде, ғажап тіліңде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі.